Балалар, мен бүгін психологиялық ахуалды қалыптастыру үшін сендерге қызықты мынандай тапсырмалар беремін. Қабат қаттама, ақылың болса аттама. Кітап. Жауап дұрыс екен, шапалақтап қоямыз. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Шапалақтап. Аяғы бар, басы бар, арқасында тасы бар. Қызыл, сары, жасылды, көкте бір зат асылды. Кемпір қосақ. Көзді батыр, жолды аңдып жатыр. Бағдарша. Мәдени мұра. Мәдени мұра дегенімізді қалай түсінеміз? Кім айтады? Мәдени мұра дегенімізді қалай түсінеміз? Кәмил айтады. Мәдени мұра жалпы адамзаттық мәдениеттің бір бөлігі. Бабаларымыздан бүгінгі дейін жеткен тарихи ескерткіштер, көне қалалар мен жазбалар, ұлттық спорт, ойын өнер түрлері, қару-жарақ, ойындар, ауыз әдебиеті, мерекелер мен әдеп, ғұрып, салт, дәстүр мәдени мұраға жатады. Керемет. Олай болса назар аударайықшы, кітаптарға назар аударайықшы. Не көріп тұрмыз? Қандай салт дәстүрлерді көріп тұрмыз? Қазақтың ұлттық қандай салт дәстүрлерін көріп тұрмыз? Еске салу, сырға салу, Сау кесу, өте жақсы. айтыс өнері. Ұзын айту. Жақсы. Жалпы бесік дегеніміз не? Кім айтады? Ол бесік балаларды орталату, тәттің түспейді, солы бесік. Бесікке ойлайсыңдар? Бесікке өскен бала қалай өседі? Әдетті бала әуен ырғағы тыңдап, Қандай ойын ырғағын? бесік жырақ. Керемет, бесік жырындырмайды. Тәртіпті дейді. Әдет тал керек, бесік идім сән ерер, құс мамығы көкпешегі жұмсақ бекен бал бөлді. Әлди ай. Салтын сақтап сыйлаған, халқын жатқа қимаған, жарқын жүрі жасқан бай, сен боласың сыйладам. Әлди ай. Аталардай батыржан, аталардай ақылман, аналардай ақынжан, сен боларсың құлымын. Әлди ай. Қазір микрофон әдісімен сұрақ жауап аламыз. Так, бірінші сұрақ. Таңертең 4 аяқты, түсте 2 аяқты, кешке 3 аяқты. Роза. Біріншісі ол бөбек. Таңертең 4 аяқты бөбек. Екіншісі жас бала. Ал үшіншісі қарт. Ақыл кімнен шығады? Асыл неден шығады? Кім жауап береді? Ақыл кімнен шығады? ақыл жастан шығады. Асыл тастан шығады. Асыл тастан шығады. Жақсы. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз халық даналығы ел аузында. Зерделі деген аңызды талқылаймыз. Зерделі дейтін шешен, білгір адам болыпты. Зерделі мен қарияның арасында не болды? Зерделі қарияға сұрақ қойды. Зерделі қарияға қандай сұрақтар қойды асылда? Қандай сұрақтар қойды? Айта отырмын. Екеуміз қалайды. Екеуміз қалай деген не екен ол? Екі аяғымыз қалайды. Керемет, тамаша. Қандай сұрақтар қойды? Тәттіміз қалай дегенде ұйқымыз қалай деген. Тамаша, керемет. Алысымыз қалай. Көзіміз алыстан көремін. Үлкендерге дөрекі сөйлемеуді, үлкендерге сыпайы сөйлеу керек екенін. Үлкендерге әдемі сөйлеуге, өнерлеп оқыды. Кім сұрақтарға жауап берді? Әрқайсымыз өз-өзімізді
бағалап қоямыз екен. Қазір біз кері байланыс жасаймыз. Стикерлер таратып береміз.